Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Мақсаты өз бетінше мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды анықтау. Бұл сабақта оқушы тапсырмалар орындай отырып өткенді пысықтайды. Интернет ресурстарды пайдалан. Төмендегі бөлім бойынша бейне үзіндіге назар аударып, ойланып көр. Ал сапасы күмәнді су ішіп, тұрғындары ауыр дертке шалдығып жатқан ауылдар біздің елде қаншама? Еліміздегі сырқаттың 70% сапасыз судан болады. Әсіресе ауыр дертке ауыл тұрғындары көп шалдығады екен, өйткені елді мекендердегі ауыз су сапасы көңілді көншітпейді. Бұны қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің өкілдері де мойындап отыр. Дегенмен елді мекендердегі проблеманы үкіметтегілердің өзі толық шешуге қауқарсызбыз дейді. Тапсырманы орында. Суреттерге назар аударып, тиісті жұрнақтарды жалғау арқылы туынды сын есім жасап көр. Өлеңді суреттердің көмегімен оқы. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін, жаумайды жауын. Шықтым мен үйімнен, жидешең күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылданба. Шаңдатып көшені, басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлттар қалайша тез жете алады. Өзіңде суреттерді пайдаланып, оқып шық. Жазылым. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап жаз. Керекті сөздер: ашық, бұлтсыз, бұлтты, қалың. Сұрақтары: күн қандай? Аспан қандай? Аспанды қандай бұлт торлады? Сын есімдердің астын сыз. Туынды сын есімді сөз құрамына ажырат. Бүгінгі сабақ бойынша ойланып көр. Ойлан және тап. Түсі, дәмі, көлемі. Түсі қызыл, дәмі тәтті, көлемі үлкен. Әрі қарай түсіне, дәміне, көлеміне байланысты сын есімдер ойлап көр. Ойлан және орында. Үлгі дәптермен жұмыс. Жазылым. Бүгінгі тақырып бойынша негізгі және туынды сын есімдерді анықта. Мұқият ойланып орында. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын,
дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, д, т, сыз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды. Шығармашылық тапсырма. Тауда жүрген тарғылаң, ол қайратты, не? Ойлан. Суреттегі аң бойынша не білесің? Үйге тапсырма. Мақалдардың қатесін түзеп жаз. Бүгінгі негізгі және туынды сын есімдерді қайталау сабағы бойынша өзіңді бағалап көр. Тапсырмалар орындау барысында өзің қай қоржынды таңдайсың? Ойлан.